Бәріңізге сәлем достар, сіздермен Азғантай шолу арнасы. Бүгін мен сіздерге 2017 жылы шыққан XX деп аталатын қысқа метражды фильмді айтып беретін боламын. Негізі бұл ешқандай қысқа метражды емес, кәдімгі толық 1 сағаттық қорқынышты кино. Мен бүгін сіздерге тек бір ғана эпизодын айтып беретін боламын. Өйткені бұл кинода сюжет бойынша әр адамның өлімін история етіп көрсеткен. Яғни книга крови деген кинодағыдай бір фильмнің ішінде әртүрлі эпизодтар болады. Ендеше видеомыз басылмай тұрып, әрине лайктарыңызды басып, арнаға тіркеліп қойыңыздар. Киномыздың басында Сьюзен және қызы Дженни мен баласы Денни әдеттегідей метромен үйлеріне қайтып бара жатыр. Бір кезде баласы Денни қасында отырған шалдан қораптың ішінде не бар екенін сұрайды. Дегенмен шал жай ғана сыйлық екенін айтады. Бірақ Денни қоймастан қораптың ішінде не барын көргісі келеді. Ал ең қызығы, бала қораптың ішін көргенде түрі бұзылып, біртүрлі болып қалады. Осылайша олар үйге келсе, үйде әкелері Роберт кешкі ас дайындап жатыр екен. Бір қызығы, кешкі ас кезінде Деннидің тамақ ішуге деген зауқы болмайды. Әрине ата-анасы алғашында аса қатты мән бермейді. Бірақ дегенмен бұл бізге біртүрлі көрінеді. Дүйсенбі. Денни мен Дженни әдеттегідей сабаққа түскі астарын алып кетулері керек. Бірақ Денни анасының ұсынған тамағын жемей сабаққа кетіп қалады. Сөйтіп кеш болды. Отбасы әдеттегідей кешкі астарын ішіп отырады. Ал баласы Денни тағы да тамағын ішпей отыр. Әкесі уайымдап, одан бір жерің ауырып тұрма деп сұрап, баласын алаңдайды. Алайда Денни ешқандай жері ауырып тұрмағанын айтып, тамақ ішпеуді жалғастыра береді. Сейсенбі. Ата-анасы Деннидің күн өткен сайын тамақ жемейтінін байқап, бәлкім оны дәрігерге қарату керек шығар деп ойлайды. Кешкі ас кезінде Денни әдеттегідей тамағын ішпей отыр. Ал ата-анасы баласына бірдеңе болған сезіп, одан жаймен не болғанын сұрай бастайды. Алайда Денни бәрі жақсы екенін айтып, үндемей отыра береді. Осы кезде қызы Дженни мектепте түскі асқа пицца бергендерін айтады. Дегенмен баласы Денни оны да жемегенін растайды. Сәрсенбі. Дастарханға Деннидің сүйікті тамағы пицца қойылды. Бірақ Денни тағы да тамақ жемейді. Осы кезде әкесі ашуланып, Денниге егер тамақ ішпесең ауырып қаласың деп айқайлай бастайды. Алайда анасы Денниді қорғап, барып ұйықтай бер деп бөлмесіне жібереді. Бейсенбі. Ата-анасы баласын уайымдап, оны дәрігерге алып келеді. Алайда дәрігер баланы тексеріп, ешқандай жері ауырып тұрмағанын растайды. Сөйтіп дәрігер ата-анасына баламен оңашаға қалдыруын өтініп, баладан не болғанын сұрағысы келіп еді, бірақ Денни оған ештеңе айтпайды. Сөйтіп дәрігер оларға балаларының дені сау, тек эмоциялық ауруға шалдыққанын ескертеді. Яғни бала бір нәрседен қатты қорқып, шошынып қалған екен. Дастарханға енді керемет тамақтары қойыла бастайды. Бірақ Денни тағы да бұл тамақтарды жемейді. Сөйтіп анасы түнде Денни мен Дженнидің бір нәрсе деп сыбырласып жатқандарын байқайды. Сөйтіп анасы бөлмеге кіріп, балаларына не туралы сөйлесіп жатқандарын сұрап көргісі келіп еді, бірақ әрине балалары анасына еш нәрсе айтпайды. Жұма. Бұл жолы кешкі аста Роберт пен Сьюзен жалғыз өздері ішіп отыр. Байқасаңыздар, енді қыздары Дженни да тамақ ішпеуді шығарыпты. Роберт бұған шыдай алмай баласына барып не болғанын сұрайды. Ал баласы болса әкесінің құлағына жаймен бірдеңе деп айта бастайды. Осылайша Роберттің түрі бұзылып, жұмбақ күйде ұйқыға кетеді. Что он сказал? Ничего. Келесі күні Сьюзен ұйқыдан оянса, оны жатқызып қойып, күйеуі және балалары оның бір аяғын кесіп жеп отыр. Осылайша жаңа жылда келеді. Бірақ жаңаға көргеніміз жай ғана Сьюзеннің түсі екен. Көріп тұрғандарыңыздай, Роберт те балалары да қатты арықтап кеткен. Тіпті осының кесірінен олар ауруханаға түсіп, үшеуі де кезекпен кезек қайтыс бола бастайды. Яғни бірінші күні Денни қайтса, ал екінші күні Дженни де әкесі Роберт те қайтыс болады. Жалпы тамақ ішпеуге апаратын соншалықты ол қораптың ішінде не бар екен деп ойлайсыздар?
Ойларыңызды комментарийге жаза отырыңыздар. Сөйтіп жалғыз қалған Сьюзен әлгі шалды іздеу үшін қайта-қайта метроға келе бастайды. Ол әр күн сайын метроға келіп шалды табуына қатты сенімді болады. Дегенмен ол шал жұмбақ күйде із-түзсіз жоғалып кетеді. Сонымен біздің видеомыз аяқталды. Ал мен XX фильмінің алғашқы және соңғы эпизодын аяқтайын. Қалған бөлімдерін өздеріңіз көріп, түсініп аларсыздар деген ойдамын. Бүгінге осы видео ұнаса, әрине лайктарыңызды басып, арнаға тіркеліңіздер. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.